Армысыз YouTube көрермен. Бүйректе тас пайда болуының 7 себебі. Әлемнің әрбір 10-шы тұрғынның несеп шығару жолдарында тас пайда болады екен. Олардың басым бөлігі 20-40 жас аралығындағы еңбекке жарамды қауым. Деректер осылай дейді. Дегенмен бұл ауру егде жастағы адамдарды да айналып өтпейді. Зерттеушілер жасы 70-ке жақындаған адамдардың 12% осы дерттің зардабын тартатынын айтады. Бүйректе тас пайда болуының басты 7 себебі бар екен. Біріншісі сұйықтық жетіспеуі. Бүйректе тас түзілуіне зәрдегі кальций, оксалат несеп қышқылдарының көбеюі әсер етеді. Ағзадағы су жетіспеушілігі бұдан басқа да көптеген проблемаларға шалдықтырады. Екінші, тамақтану тәртібінің дұрыс болмауы. Бүйректегі келеңсіздікке тұзды тағамдар мен тәттіге тым әуестік те әсер етеді. Сол сияқты қақталған ет, консервілер, шыжғырылған ас пен тұзды дәмдеуіштерді жиі пайдалану бүйректе тұз түзілуіне алып келеді. Ал құрамында кальцийі көп сүтті өнімдерді қанша көп ішсеңіз де бүйрекке ешқандай зияны жоқ. Ірімшік, сыр, йогурт секілді тағамдарды қорықпай пайдалана берсеңіз болады. Үшінші, ішектің созылмалы ауруы. Мәселен, крон ауруы, ойық жаралы колит, созылмалы диарея. Бұл аурулар ас қорыту жүйесін бұзатындықтан кальций мен судың сіңіруі нашарлап, зәрде кристалл тәрізді заттар көбейіп кетеді. Нәтижесінде тас пайда болады. Төртінші, семіздік. Яғни дене салмағының индексі 30-дан жоғарыны көрсететін адамдарда несеп тас ауруының қаупі 2 есе артады. Бесінші, тұқым қуалаушылық. Бүйректің тас түзуге бейімділігі генетикалық фактордан да туындап жатады. Егер туған туысыңыздың біреуінде осындай дерт кездескен болса, денсаулығыңызға аса сақтықпен қараңыз. Алтыншы, дәрілік препараттарды жиі қабылдау. Кейбір антибиотиктер адамның иммун тапшылығы вирусымен жұқтырылған иммун тапшылығының синдромы секілді аурулардан емделу үшін қабылданған кейбір дәрілер, несеп айдатқыш дәрілер, қан қысымы жоғары терапияда қолданылатын дәрілер. Бұлардың барлығы тас түзілуіне әсер етеді. Жетінші, басқа да аурулардың пайда болуы. Бүйректегі тас төмендегі аурулардың жағымсыз әсерінен де туындап жатады. Белгілі бір генетикалық аурулар, мысалы медуллярлы ауру, бүйрек ұлпасын іске алып келетін туғаннан пайда болатын дефект. Екінші түрдегі диабет. Бұл зәрді қышқылдандырады, ал ол өз кезегінде тастың түзілуіне ықпал етеді. Тұз байлану ауруы. Бұл сырқатқа шалдыққан адамдарда қанда зәр қышқылы көбейеді. Бүйректе тас пайда болуының алдын алу үшін күніне 8-10 стакан су ішкен дұрыс. Оның бірін апельсин немесе лимон шырынына алмастыруға болады. Себебі олар тас түзілуін тежеулетеді. Тұзды көбірек пайдаланудан сақтану керек. Бұдан бөлек, жоғарыда айтып өткеніміздей, қызыл ет, қақталған шұжық, консерві секілді тағамдарды азайтып, артық салмақтан да арылған абзал. Сіздерге ақпарат пайдалы болды деген үміттемін. Бүгін сіздер осы видео арқылы бүйректе тас пайда болуының 7 себебін білдіңіздер. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене ғана әрекеттеріңіз біздер үшін жаңа әрі пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.